Бәріне сәлем, бұл тез мультик. Бүгін бізде Зуэрополис, аңдар шахары, шаха-хахары, зоо-утопия деген атаулары бар мультик. Лайк қойып коммент жазыңдар. Бір коммент көп керек жоқ. Не жазғың келеді, соны жаза бер. Сонымен кеттік. Джуди деген кішкентай қыз түнде орманда жүріп келатыр. Кенет оған гепард тап береді. Бұл қойылым екен ғой. Джуди түсіндіруде, бұрынырақта әлем олжа мен жыртқыш деп екіге бөлінген. Жертва мен хищник орысша. Бірақ уақыт өте, жыртқыш пен олжа бірге тату өмір сүретін болды. Қоян әркімнің шексіз мүмкіндіктері бар екенін хабарлайды. Гепард, мен аң аулауға шығып жүргім келмейді, офиста жұмыс істегім келеді дейді. Қара қой айдалада шөп жеп жүрмей, ғарышқа шыққысы келетінін мәлімдейді. Сол мезетте сүйкімді пантера сахна сыртында қойылымға сәйкес келетін дыбыстар шығарып әуен беруде. Диджей короче. Содан Джудидің кезегі келіп, ол әлемді жақсартқысы келетінін мәлімдеп, полицей болғысы келетінін жариялайды. Сонда Гидеон есімді түлкі қоян полицей боламы деп күледі. Ата-анасы болса қыздарының полицей болғысы келетініне шок болады. Кішкентай қоян 340 километр алыс жерде ата-бабалары алғаш рет бейбітшілікке келіп, әркім кім болғысы келеді сол болып өз қалауынша өмір сүретін аңдар мегаполисі туралы айтып, қойылым аяқталады. Бірақ қыздың ата-анасына оның полиция болғысы келетіні ұнамады. Содан далада олар оны ойынан айнытқысы келеді. Ол мүмкін емес, ешқашан қоян полицей болған емес деп. Қыз алайда, ондай болса мен бірінші боламын дейді. Маладес. Және әлемді жақсартатынын айтады. Ата-анасы қыздарының өздері сияқты фермер болғанын қалайды. Және солай да әлемді жақсартуға болатынын мәлімдейді. Джудидің 275 бауыры бар екен, базар жоқ. Көп балалы отбасы деп осыны айтты. Кенет қыздың назарын әлгі Гидеон аударады. Ол қойларға тиісіп билеттерін тартып алады. Оларды жайына қалдыр деп қоян келеді. Түлкі оны мазақтайды. Қоян билеттерін қайтаруды талап еткенде Гидеон келде ал дейді. Және өзінің жыртқыш түлкі екенін еске салады. Қоян мен сенен қорықпаймын дегенде түлкі оны итер жібереді. Алайда түлкі жақындағанда Джуди оның бетінен бір тебеді. Ашулы түлкі кішкентай қоянға тоқтауды білмейді екенсің деп бетін осып тырнап алады. Және Джудидің жай ғана ақымақ қоян екенін айтып түлкі досымен кетеді. Ағаштың артына тығылып қалған жаңа қойлар Джудиге келіп жағдайын сұрайды. Джуди олардың билеттерін қолға түсірген екен. Бір қой оған Гидеон не болса соны айта береді, мән берме дейді. Сонда қоян ол бір нәрсені дұрыс айтқанын, өзінің тоқтауды білмейтінін алға тартады. Содан 15 жылдан кейін ол полиция академиясында оқып жүр. Басында қоян қатты қиналады, қолынан келмей. Рукоходта командир 300 метр биіктік деп айтқанда қорыққаннан балшыққа былш етіп құлап түседі. Миына басқалардың сөздері келеді. Ақмақ қоян, қояндар полицей болмайды деген. Бірақ ол жаттығуын жалғастырады. Содан уақыт өте келе оның қолынан келді. Қала әкімі қой көмекшісімен бірге оны марапаттауда, алғашқы қоян полицей деп. Және оны қызмет атқаруға қала орталығына бағыттайды. Джудидің ата-анасы бір-біріне қарауда. Қызға қой тәте біз сияқты кішкентайлар үшін бүгін ерекше керемет күн дейді. Полицей қоян әкіммен суретке түседі. Кейінірек Джуди ауылына бірнеше күнге қайтып туыстары оны шығарып салуға вокзалға келеді. Ата-анасы оған бір сөмке дайындап қойыпты керек боп қалар деп. Ішінде түлкіге қарсы неше түрлі қорғану мақсатында қолданатын заттар. Қыз ата-анасының уайымын жоқ қылу үшін жарайды деп пышылдақталады. Содан пойыз келіп, қыз секіріп кіріп алады. Бірақ бұрылып ата-анасын құшақтап, оларды қатты жақсы көретінін айтып, барлығымен қоштасып, Джуди кетіп барады енді. Газель деген әншінің өлеңін тыңдап, Шакира ғой короче. Біраз уақыттан кейін ол қалаға жақындап қалды. Қаланың бір бөлігінде ыстық шөл даланың, дәлірек айтсақ Дубайдың жазы, басқа бөлігінде Антарктиданың қысы, Мадагаскар пингвиндері рахаттанатын. Әр бөлік әртүрлі жануарларға арналған. Ал үшінші бөлігінде ну орман, джунгли, су шашыратқыштар мен жаңбыр құятын. Көп ұзамай Джуди өзі қызмет атқаратын қала орталығына да жетеді. Пойыздан шыққан ол басқа жануарларға және қалаға қарап тамсануда. Кейінірек ол өзінің жаңа бір кішкентай бөлмелі студия пәтермен танысады. Пәтері лас, көршілер өзінше және шулағыш болғанына қарамастан қоян маған ұнады деп айғайлайды. Таңғы 5:30-да тұрып ол жұмысына асығады. Басында пышылдақты алмайым не керегі бар деп ойлаған ол, ақырында пышылдағын өзімен алып алады. Содан ол Ровудаға келді. О жерде қыз кіреберісте отыратын Клаухаузермен танысады. Клаухаузер жол сілтеп, Джуди керек кабинетке кіреді. Және бір бос орындыққа отырып жанындағы мүйіз тұмсыққа жұдырығын ұсынған ол, нәтижесінде орындығымен бірге жылжиды. Кабинетке полиция басшысы Бого кіреді. Ол бізге бөлмедегі пілді анықтау керек дейді. Сөйтсе Франсин есімді пілдің бүгін туған күні екен.
Сосын біздің кішкентай қоянды таныстырайын дейді да, бірақ таныстырмайды. Оның орнына жұмыс туралы айта бастайды. 14 жануар жоғалған, соны қолға алу керек. Бого істі топтарға бөледі, бірақ соңында қалған қоянға парковкадағы қызмет бұйырылады. Алайда қоян нағыз іспен айналысқысы келеді және бастыққа академияда өзінің топ болғанын айтады. Бого ондай болса күніне 100 айыппұл салу саған оңай болуы керек деп шығып кетеді. Ашулы қоян 100 айыппұл емес 200 айыппұл салам, түске дейін деп өзіне вызов тастайды қиындатып. Содан ол жұмысына кірісіп, тұрақта уақыты біткен мәшинелерге айыппұл сала бастап, түбіртектер терезедегі дворниктарына қыстырады. Биік мәшинеге паркур жасап қыстырады. Қоянның бәле. Сөйтіп 12-ге дейін 200 айыппұл салынды. Өзінің тұрақта уақыты бітіп, айыппұлды өзіне де салады. 201 болды ғой сонда. Кенет оның назарын бір түлкі аударады. Түлкі бір дүкенге кіреді. Қоян соңынан еріп, дүкенде оны іздей бастайды. Бұл пілдерге арналған балмұздақ дүкені екен, яғни кафесі. Сатушы піл жаңағы түлкіге кетуді айғайлап жатыр. Джуди бұл күдікті деп әлгі пышылдағын дайындайды. Бірақ түлкі жай ғана кішкентай балақайына балмұздақ алғысы келетінін мәлімдеп, бүлдіршіні қызыл балмұздақты қалайтынын көрсетеді. Қыз қателескенін түсініп, пышылдақтың чехолын жауып, бұрылып шығып баратқанда пілдің түлкіге «Түлкілер ауданында балмұздақ сататын жер жоқ па не?» дегенін естіп тоқтап қалады. Түлкі баласы өскенде піл болғысы келетін піл фанаты екенін түсіндіруде. Балақай капюшонын киіп ап бүйтеді. Есік жақта қоян «Ой, балақай» деп қалады. Бірақ піл оған балмұздақ сатудан бас тартады. Сонда Джуди жақындайды. Сатушы піл парковка қызметкері деп кезекке тұруды айтады оған. Мен полиция қызметкерімін деп жетонын көрсетіп, мен сізге қиындық тудырғым келмейді, бірақ деп ол рәзіңке қолбақсыз, яғни тұмсыққа киетін чехолсыз балмұздақ ұстаған тазалық заңын бұзушылық екенін еске салып, пілді түлкі әке мен оның баласына балмұздақ сатуға көндіреді. Бірақ түлкі әмиянын ұмытып кеткен. Түлкі бүлдіршіннен туған күнінде осылай болғанына кешірім сұрап, сүйіп, қоянға рахмет деп кетіп баратқанда, қоян шыдай алмай балмұздақ алып береді. Сыртқа шыққанда түлкі алғысын білдіріп, қоян ас болсын дейді. Джуди түлкілерге барлығы күдікпен қарайтыны ұнамайтынын және бұл түлкі керемет әке, әрі мейірімді жануар екенін мойындайды. Түлкі ой бой, не деген мақтаулар дейді. Оның аты Ник екен. Джуди балаға егер бір күні піл болғысы келсе, міндетті түрде болатынын айтып, көкірегіне жетон сияқты наклейка жабыстырады. Ник оған добалдай балмұздақты беріп, екеуі қоштасып кетеді. Содан қыз жұмыс істеп жүріп жаңағы кішкентай балақайды байқап қалады. Ол жаңағы түлкі екеуі балмұздақты ертіп банкаға құйып алып жатыр екен. Банкаларды машинеге кіргізген олар жаңағы кішкентай айдап баратқан осырақ машинемен кетеді. Джуди шок болып қалады. Олар қаланың Антарктида бөлігіне кеп көп кішкентай мороженое жасап жатыр екен жаңағы балақайдың ізімен. Сөйтіп сол кішкентай балмұздақтарды жұмыстан шыққан леммингтерге $2 сатады. Олар кеміріп таяқшасын қоқысқа тастайды. Ол таяқшаларды бұлар құрылысшы тышқандарға сатады. Кейін кішкентай өз долясын алып түлкіге жуан дауыспен «Ертең сүйсең бетің тісте болам» деп очкиін киіп ап кетеді. Мужик екен ғой бұл, кішкентай бала емес. Мәшине артынан Джуди пайда болып түлкіні алдадың деп айыптайды. Түлкі бұл шәрт ету деп аталады. Қымбаттым дейді де, алдаған мен емес, ана ол деп көрсетіп прикол ұстап кетеді. Аңқайған қоян түлкіні қуып жетіп, оны тұтқындайтынын хабарлайды. Ода сатуға рұқсат жоқ дегендей. Бірақ ода рұқсат қағаздың бәрі бар, және түлкі оны сәбіз деп атайды. Қоян жынданады. Ник оған бәрі бұл қаланы армандар орындалатын керемет қала деп ойлайды. Бірақ негізінде ондай емес, ожидание реальность болып қалады олар деп, қыздың полиция болмай парковка қызметкері болғанын және ақырында ата-анасына кетіп, сәбіз фермері болатын меңзейді. Сәбіз, қоян Джуди Никке менің кім бола алатынымды немесе кім бола алмайтынымды маған ешкім айта алмайды деп айғайлайды. Түлкі жарайды, қара. Бұл қалаға келгендер әркім кім болғысы келеді, сол болып өз қалауынша өмір сүреді деп ойлайды. Бірақ ол олай емес. Сен шын мәнінде кімсің, сол ғана бола аласың. Қу түлкі, ақымақ қоян дейді. Сөйтсе қоян кеппеген бетонда тұр екен. Ник оған ешқашан нағыз полицей болмайтынын айтады. Бірақ сүйкімді парковщик екенін қосып, қоштасып кетеді. Кейін кешке Джуди пәтеріне келеді бетон аяғымен. Көңіл сергіту үшін радионы қосып еді, онда өңкей мұңды өлеңдер. Сәбіз дашырағыда түрі онша емес, қоқысқа кетеді. Кенет ата-анасы видео қоңырау шалады. Әкесі оны еркелетеді. Джуди бәрі жақсы деп өтірік айтады. Бірақ анасы мен әкесі оның парковщик екенін көріп қояды және соған қуанады, қауіпсіз жұмыс деп. Қыз шаршағанын айтып, ата-анасы давай пока деп қоштасып өшіреді. Келесі күні қоян жұмыс істеп жүр. Бірақ адамдар риза емес, 30 секундқа ғана кешіктім ғой деп. Тіпті оның өлгенін қалайды мына баланың анасы масқара. Содан Джуди отыра қап, мен нағыз полицеймін деп қайталай беріп өзін сендіруге тырысуда. Кенет біреу жүгіріп өтіп қызға шошқа мужик жақындайды. Джуди айыппұл салғанға риза емес біреу шығар деп ойлайды. Алайда бұл біреу тонап баратқан гүл дүкенінің иесі екен.
Шошқа оған: "Ай, сен полицейсің ба, полицей емессің ба?" дейді. Джуди қуана оның артынан қуа жөнеледі. Жолда ұрлықшы полицияға тап болады, бірақ тормоз етпей кетіп қалады. Қоян қуып келеді. Сосын екеуі қаланың кішкентайлар ауданына кіреді. Содан қуу кішкентайлар ауданында жалғасуда. Ұрлықшы екі машинені ролик сияқты киіп алады. Bir кезде көп қабатты үйдің төбесіне шығып ап, оны құлата жаздайды секіріп. Бақыттарына орай Джуди аман алып қалады үйлерді. Ойбы, ұрлықшы қашып кетті ма? Жоқ, ол пойызбен қызды басып кетейін деп қалады және сау бол деп кетеді. Алайда оны қиын сынақтар күтіп тұр. Соңында Джудидің арқасында сальто айналып құлайды. Ұрлықшы қоймай дәу Пончикті бір тебет қызға. Қыз аман қалады, бірақ басқа жақта Пончик кішкентай байдың қызын мыжа жаздағанда Джуди дер кезінде жетіп, оның шашына комплимент жасайды. Кішкентай қыз рахмет деп қалады. Сосын Джуди екен жаңағы ұрлықшыны қолға түсіреді кенет пайда болып. Полиция бөлімшесіне ол чётки болып кіреді. Алайда бастық өз кабинетіне шақырып ап, постын тастап кетті және тұрғындарға қауіп төндіре жаздады деп сөгеді. Және бақандай бір мешок пиязды ұрлаудан сақтадың деп сарказммен айтады. Өсімдіктерден хабары бар Джуди, бұл пияз емес, Midnicum холиситиас деген зиян өсімдіктің тамыры деп бастығын түзеуге тырысқанда, бастық: "Ой, аузың жапша" деп бұйырады. Сол сәтте кіреберісте отыратын Клаухаузер телефонмен Уоттертон ханым кеп тұрғанын хабарлайды бастыққа. Бого қазір емес деп жауап береді. Бірақ бір сәтте Уоттертон ханым өзі кіріп келеді. Оны Клаухаузер ұстай алмаған екен. Содан Уоттертон ханым күйеуін табуды өтініп жалынады. Бого бастық: "Біз қолымыздан келгеннің бәрін жасап жатырмыз" дегендей әдеттегі сөздер айта бастайды. Сонда жалынып жатқан Уоттертон ханымға қарап шыдай алмай қоян: "Мен оны табамын" деп мәлімдейді. Уоттертон ханым оны құшақтап алады, рахметін айтып, және күйеуінің суретін береді. Бастық ашулы. Bir кезде ханымды сыртқа шығарып салып, Бого қоянға жұмыстан қуылғанын айтады, және "Қазір есікті ашам, жаңа ханымға бұл істі қолға алмайтыныңды айтасың" дейді. Бірақ есікті ашса, ханыммен бірге әкімнің көмекшісі де жүр. Ол істі Джуди қолға алғанын біле сап, әкімге жеткізіп үлгереді. Ол қуанатын болды деп. Қоянға кішкентайлар бірге жүру керек. Біліп жүр, Акиматта енді сенің танысың бар. Көмек керек болса хабарлас деп олар кетеді. Бого Джудиға Уоттертон ханымның күйеуін табуға 2 күн береді. Бірақ таппасаң жұмыстан шығасың деп қосады. Қоян жарайды деп келіседі. Бастық іске қатысты қағаздарды Клаухаузердан аласың деп оны шығарып салады. Сөйтсе бір ақтал қағаз, түк ақпарат жоқ. Соңғы рет оны көрген жердің суреті ғана тұр. Оны қыз қалдықты шорылдап ішіп отқан Клаухаузердің бөтелкесімен қарайды. Уоттертон мырза әлгі Никтер жасайтын мороженое жеп жүр суретте. Қыз "О, банна" дейді. Содан ол Никті тауып ап, оған қоятын сұрақтар бар екенін хабарлайды. Түлкі парковкада жол конусын біреу ұрлап кетті ма деп прикол ұстайды. Джуди колясканың алдына шығып ап, жолды бөгейді. Уақытым жоқ деген Никке ол: "Ой, соншама $10 шығатын балмұздақтарын күте тұрар" дегенде, түлкі күніне $200 табатынын айтады, қайдағы $10 деп. Және 12 жасынан осылай күнде істейді екен. Қоян суретке қарауды өтініп: "Сен оған балмұздақ сатқансың, оны танисың ба?" дейді. Ник қала тұрғындарының барлығын танитын хабарлайды және ойыншықтар дүкенінде бір ойыншық жоғалғанын айтып, қоянға қорапшасына оралуға кеңес береді. Қоян жарайды деп колясканың доңғалағын бұғаттап түлкіге тұтқындалғанын мәлімдейді. Түлкі не үшін қоянды ренжіп қойған үшін ба деп сұрағанда, Джуди салық төлемеген үшін екенін түсіндіреді. Және $200 365 күнге көбейтіп, оны 20-ға көбейтеді. Яғни түлкі қазір 32-де. Сонда ол $1,460,000 тауыпты. Және 1 тиын салық төлемеген. 5 жыл түрмеге отырады екен көп ақша тауып салық төлемегендер. Түлкі "Иә, қалай дәлелдейсің" деп шыққанда, қоян сәбіз формасындағы ручка диктофонына жазып алған түлкінің сөздерін тыңдатады. Және шок болған оған Уоттертон мырзаны табуға көмектессе, ручканы беретінін түсіндіріп, "Бұл шәрт ету деп аталады, қымбаттым" дейді. Коляскадан әлгі кішкентай даусы жуан мужик "Қоян сенің өзіңді алдап соқты" деп шығып, үстіндегі жетон наклейканы түлкіге жабыстырады. Енді ол полиция екенін айтып, және түлкіге қарқылдап күліп өз жөнімен кетеді. Қоян "Ал айта бер" деп сұрағанда, түлкі оның жай ғана қайда кеткенін көргенін мойындайды. Қоян "Кеттік ондай болса" дегенде, түлкі "Ол жер сүйкімді қоян баратын жер емес ау" дейді. Қоян өзін сүйкімді деп атамауды айтып, "Кеттік" дейді де, содан екеуі бір жерге келеді. Дәлірек айтсақ, Қодасқа. Қодас қоян берген суретке қарап дейді де түшкіреді. Ол оны таниды. Бірақ көбірек ақпарат білу үшін Уоттертонның йога инструкторы пілге баруды ұсынады, оның памяті мықты деп. Және шыққанда оның тыржалаңыш екенін көріп, қоян ойбай дейді. Сөйтсе бұл табиғат клубы екен, бәрі тыржалаңыш жүреді. Қоян шок болды.
Соған қарамастан қоян дәкәнсә дейді, өзіне ыңғайсыз болса да. Сөйтіп Қодас оларды әлгі пілге алып келіп, оның памяті мықты екенін айтып қоймайды. Бірақ пілден Уотертон мырза туралы сұрағанда ол есімде жоқ дейді. Анаушы саған 6 жыл йогаға келіп жүрген, үстінде жасыл жемпір, пейзли өрнегі бар галстук тағып жүретінші деп, біз памяті мықты ол піл емес, Қодас екенін түсінеміз. Джуди бұл қажет ақпаратты жазып алып жатыр. Қодас пілге, біз екеуміз оны сыртқа шығарып салып, ол бір үлкен ақ көлікке отырып еді ғой, есіңде жоқ па дегенде, піл жоқ деп жауап береді. Қоян мүмкін машиненің нөмірінде көріп қалған шығар деп сұрағанда, Қодас машиненің нөмірінде айтып береді. 29THD03 деп. Ой, рахмет, көп пайдалы ақпаратыңызға деген қоянға Қодас битеді. Айттым ғой, піл бәрін біледі деп. Пілдің памятін армандайым ғой мен. Шыққанда түлкі ручка диктофонды беруді сұрайды, жұмыс бітті дегендей. Бірақ қоян машина нөмірін пробивать ету үшін ода рұқсат жоқ екенін айтып, жұмыс әлі бітпегенін меңзейді. Сөйтсе түлкінің бір досы бар екен, сондай жерде істейтін. Сондай жер болғанда автосон ғой, короче. Олар сонда жетсе, о жерде істейтіндер жалқау деген жануарлар. Баяу қимылдайтын жануарлар. Никтің танысының аты Флаш екен. Түлкі қоянды оған таныстырғанда Джуди қалыңыз қалай дейді. Флаш ұзақ сөйлемен асықпай жауап беріп, қандай көмегің керек бүгін сізге деп сұрайды. Қоян шыдай алмай сөйлем ортасында кіріп кете береді, ол сөйлеп аяқтады екен деп ойлап. Әйтеуір сөйлем аяқталғанда Джуди оған машина нөмірін тексеру керек екенін хабарлап, көмектесуге келіскен жалқауға нөмірді айтады тездетіп. 29THD03 деп. Флаш компьютеріне асықпай бір-бірлеп енгізе бастайды. Жалқау 2 дегенде қоян 9THD03 деп шыдай алмай баратыр. 9 дегенде THD03 деп. Қоянның шыдамы таусыла бастағанын көрген түлкі енгізуге соңғы бір сан қалғанда Флашқа «Флаш, анекдот айтып берейін ба?» дейді. Флаш «Давай» деп түлкі бүйтеді. 3 өркеші бар түйені қайтып айтады. Флаш «Білмеймін» дейді. Түлкі «Аяқ ауыр» деп айтады дегенде Флашта эмоция жоқ болып тұрады да ақырындап күле бастайды, асықпай. Сосын ол көрші үстелде отқан қызға айтып береді сол анекдотты, асықпай. Ақырында әйтеуір Джудиға керек ақпаратты шығарып береді Флаш. Сол нөмір лимузин жалға беретін компанияға тіркелген екен. Қоян кеш батпай сонда барып үлгерейік деп олар далаға шықса, түн болып кеткен ғой уж. Екеуі сол лимузин жалға беретін компанияға келеді. Түн болғандықтан о жер жабық әрине. Соған қоян түлкіні кінәлайды, анекдот айтып уақыттың бәрін зая кетірді деп. Түлкі бүйтеді, кіруге сенің рұқсатың жоқ қой, мен боспын ба? Қоян жарайды деп ручканы ұсынады, бірақ оны дарбазаның арғы бетіне лақтырады. Ник өзінше болып дарбазадан секіріп түссе, қоян кіріп алған ғой уже одан бұрын. Және күдікті біреу дарбазадан секірсе, оған рұқсат қажет болмайтынын түсіндіріп, ручка диктофонды бермейді түлкіге. Содан екеуі сол көлікті табады, ішіне кіреді. Қыз ағаюдың жүнін тапса, жігіт бардачоктан дисктер табады. Сосын екеуі арт жақты қарай бастайды. О жердің барлығы тырналған, және Уотертон мырзаның әмияны жатыр. Қымбат стақанды көріп түлкі дискі, ағаю жүнін есіне түсіріп, бұл кімнің көлігі екенін түсінеді. Мистер Биг деген мафия бастығынікі, және ол Никті ұнатпайды екен. Түлкі кетуге келіспеген қоянды алып шықса, оларды уже мистер Бигтің адамдары күтуде. Дөкейлер екеуін ұстап, машинемен алып бара жатыр. Жолда Джуди Никтен мистер Бигті не істеп ашуландырғанын сұрайды. Түлкі оған қымбатқа скунс көтенінің жүнінен жасалған кілем сатқан екен. Содан олар жетіп, екеуін бөлмеге кіргізеді. Бөлмеге дәу аю кірген сайын қыз «Осы ма мистер Биг?» деп сұрай береді, осы шығар деп ойлап. Бірақ мистер Биг деген кіп-кішкентай жертесер екен, тышқанға ұқсайтын, бірақ тұмсығы ұзын. Күресіне отец қой, короче. Түлкіге қолын тосып, Ник оның құртақандай қолын сүйеді. Ол түлкіге «Мен саған сендім, үйіме қонақ еттім. Ал сен болсаң скунстың көтенінен жасалған кілеммен қайтардың жақсылығымды. Сен мені және сол кілемге орап жерлеген әжемді қорладың. Мен саған көзіме көрінбе дегенмін. Бірақ сен алдымда тұрсың, костюмдегі біреумен. Кім бұл?» дегенде, қоян полиция екенін айтайын деп атқанда, түлкі айтқызбай тастайды басында. Бірақ кейін қоян бой бермей айтып, Уотертон мырзаның Бигтің машинесіне отырғанын көргендіктен, оның жоғалуына мистер Биг кінәлі деп сенетін, және өліп барса да Уотертон мырзаға мистер Бигтің не істегенін анықтайтын жеткізеді. Мистер Биг жақсы деп оларды мұздатуға бұйрық береді. Содан оларды мұзды суға тастағалы жатқанда бөлмеге қызы кіріп келеді. Бұл әлгі байдың қызы емес пе? Қыз әкесіне ашуланады, бүгін үйлену тойында ешкімді мұздатпайсың деп келістік қой деп. Әкесі амалым қанша, ботақан амалым қанша деп тағы бұйырады лақтыр деп. Соңғы сәтте байдың қызы әйтеуір Джудиді танып, әкесіне оны құтқарып қалған осы қоян екенін айтып, біздікілер аман қалады. Джуди оның киіміне комплимент айтып, жертесер қыз алғысын білдіреді. Сыйға сый, сыраға бал деп мистер Биг Уотертон мырзаны табуға көмектесетінін хабарлап құшағын ашады. Джуди екеуі бет сүйістіргенде Ник аузын ашып қалады.
Сөйтіп үйлену той аяқталып, бәрі тынышталғанда Ник кішкентай тортты кішкентай шанышқамен жейді. Мистер Биг түсіндіруде, Уотертон мырза оның флористі екен, отбасының бір мүшесі болып кеткен. Уотертонның сөйлесетін бір мәселесі болған. Сол себепті мистер Биг мәшіне жіберіпті оны алып кетуге. Бірақ ол солай мистер Бигке жетпеген. Қоян, өйткені оған біреу шабуылдады ма дегенде, мистер Биг жоқ, ол шабуылдады дейді. Есінен адасып жүргізушіні өлтіре жаздаған. Бірақ ол кішкентай сүйкімді кәмшат жануары ғой деп таңғалған қызға мистер Биг, біз дамыдық, бірақ түпкі болмысымызда хайуан болып қала береміз дейді де, екеуі оның айтуы бойынша Манчас есімді сол көлік жүргізушісіне баратыр сөйлесуге, Уотертон мырзаны табу үшін. Үйге жетіп олар қоңырауға басады және біреу есікті ашады. Бір көзі жараланған ба немене? Әлгі Уотертон мырза есінен адасып Манчасқа тап беріп қашып кеткен екен. Ягуар Манчас Уотертон сондай-ақ түнгі ұлығыштар деп айғайлай берген қосады. Содан дұрыстап сөйлесу үшін Ягуар есікті ашқалы жатыр. Бірақ кенет бір дыбыс шығады. Біздікілер қараса, жаңағы Ягуарды есінен адасып кетіп, біздікілер қуалай бастайды. Жаңа бір көз жоқ сияқты еді, қазір екі көзде сау. В общем, қашып баратып Джуди көмек шақыруға тырысады. Бірақ Клаухаузер біреуге газелімен бірге билеп атқан видеосын көрсетіп өліп баратыр. Бір приложениемен істеп апты. Әйтеуір өшіп жанып тұрған лампышканы байқап ол қосымша күш жібереміз деп айғайлайды. Джудидің рациясы құлап кетті. Екеуі аспалы жолмен кетуді шешеді, алайда қоян құлайын деп қалады. Сонда да түлкіге кетуді айғайлайды. Әйтпесе өлді ғой мынау Ягуардың қолынан. Бірақ Ник кетпей қалады. Ягуар тап беріп оған жете алмай қалды. Сөйтсе оны Джуди кісендеп үлгеріпті. Содан Ник оның жанынан жүгіріп өтем деп қоянмен бірге құлап қала жаздайды. Раскачка алып ап екеуі секіреді. Ягуар қалды сонда. Сәбіз, сен өмірімді сақтап қалдың деген түлкіге Джуди. Біз полицейлер сондаймыз деп өзінше болғанда олар төмен қарай құлап байланып қалады. Полицейлер де тура осы сәтте келіп қалды. Ягуар да жоқ жерде. Бастық әрине сенбейді. Және, ой, сен де бір деп кеткелі жатқанда, қыз Ягуарды жалғыз өзі көрмегенін түлкі де куәгер деп айтуға тырысады. Бірақ Бого түлкіге кім сенеді деп оны тыңдағысы да келмейді. Және қыздан жетонын тапсыруды талап етеді 2 күн өтті деп. Джуди бергісі келмей, енді бергелі жатқанда, жоқ деп Ник шығады. Джуди саған жетонын бермейді дейді ол. Және қара, сен 3 дөңгелекті балдырған беріп, бәрін қосылып жартай жаба алмаған істі жабуға 2 күн бердің, Базар Джексон дейді. Сондай-ақ 48 сағат берілгендіктен оларда әлі 10 сағат бар екенін айтып, кешірім өтінеміз. Біздің уақыт шектеулі, шаруаларымызды шешейік деп екеуі гондолаға мініп аспалы жолмен кетеді. Кетіп баратып Джуди Никке рахмет айтады. Ник, жүрегіңе жақын қабылдағаныңды ешқашан көрсетпе дейді. Сөйтсе кішкентай кезінде ол жас рейнджер скауттар қатарына қосылғысы келген. Топтағы жалғыз жыртқыш, жалғыз түлкі болғанына қарамастан топтың бір мүшесі болуды қалады. Және ант ете бастайды қараңғыда. Алайда анау сұмырайлар түлкі болған соң бұған сенбей, тұмсығына тұмылдырық кигізді. Ол далаға жүгіріп тұмылдырықты әрең шешіп жылап жіберді. Түлкі сол кезде 2 нәрсені үйрендім. Біріншісі, жүрекке жақын қабылдамау, қабылдасаң ешкімге көрсетпеу дейді. Қоян екіншісін сұрағанда, Ник, егер әлем түлкіні қу сенімсіз көрсе, басқаша болуға тырысудың да керегі жоқ деп жауап береді. Джуди оның ең күшті түлкі екенін айтады. Келеңсіз жағдайды жою үшін Ник жол туралы әзілдеп кетіп, братан, камерада не болып жатыр деп, Ягуардың қалай жоғалғанын камера арқылы көру деген идея келеді оған. Джудида камера қарауға рұқсат жоқ, алайда Акиматта танысы бар ғой. Содан екеуі әкімнің қой көмекшісіне келіп көмек сұрайды. Ол компьютермен базаға кіреді. Сонда түлкі, мә сондай мамық деп оның жүнін ұстай бастайды. Қоян оған қойсай дейді. Қой осындай маңызды іспен ешқашан айналыспаған айтып жатыр. Сол сәтте оны арыстан әкім шақырып қап, ол бұларды тастап шығып кетеді. Не тапқандарыңды сосын маған айтыңдар я деп. Ник, ол ұйықтағанда өзін санай ма екен дейді. Содан екеуі камера жазбаларынан Ягуарды бір қасқырлар алып кеткенін көреді, және олар ұлиды. Сол кезде Джуди әлгі түнгі ұлығыштар деген осы қасқырлар екенін түсінеді, және екеуі олар Манчесті алып кетсе, Уотертонды да осылар алып кетті деген ойға келеді. Содан камера арқылы олардың қайда кеткенін көре бастайды. Бірақ кенет бір камерада жоқ болып кетеді ол көлік. Түлкі, мен болсам басқа жолмен кетуші едім деп оларды тауып, Никті Қоян мақтайды. Сонымен олардың нақты қайда кеткенін білген екеуі сол жерге келеді. Олар кіреберістегі будканың артына тығылады. Ник арнайы жасық сияқты қимылдар көрсетеді, бірақ Қоян оны түсініп атқан жоқ. Сөйтіп Ник будканың арғы бетіне өтіп алады. Бірақ бір қасқыр оның иісін сезіп жақындай бергенде Джуди ұлып, жаңа қасқырды ұлый бастайды. Оған басқа қасқыр кеп, бастамасаңшы, әйтпесе қазір бәрі ұлып кетеді дегенде, бастаған мен емес дейді ол. Және Қоян тағы ұлып, сол жердегі қасқырлардың бәрі ұлып жатыр. Ник пен Джуди ғимаратқа жақындағанда түлкі Қоянды мақтайды. Сосын типа канализация арқылы ғимарат ішіне кіреді. Бұл жер қорқынышты екен.
бұрынғы жындыханаға ұқсаймы? Ник қорқып, есікті ашпай, сен ғой полиция деп Джудиға ұсынады есікті бірінші ашуды. Сосын есікті ашқан Джудидің артынан шығып, окей, бәрі таза дейді, бірінші кірген адам ұқсап. Бұл жер бір зертхана ма бірдеңке ғой. Қоян видеоға түсіре бастайды. Тырналған жерлерді көрсеткен Никтің артынан кенет жолбарыс шыға қап шошытып жібереді ғой. Сөйтсе әлгі жоғалған 14 жануардың бәрі осы жерде екен. Және 15-ші ол ягуар Манчес. Кенет сол жерге біреулер кіреді. Біздікілер тығылып қалды. Бұл әкім ғой, қоян видеоға түсіріп жатыр. Доктор әкімге есінен адасқан жануарлар тек жыртқыш жануарлар екенін мәлімдеп, оны халыққа айту керек екенін түсіндіруге тырысады. Арыстан, жынсың ба? Мен не жыртқышпын ғой, тупой дейді. Доктор, полиция басшысы Бого не деп жатыр деп сұрайды. Сөйтсе ол бұл туралы білмейді екен. Және әкім осылай қалу керектігін бұйырады. Дәл сол сәтте Джудиға ата-анасы қоңырау шалып қап, әкімдер о жақтан шығып дабылды қосады. Ойбай деп біздікілер канализация арқылы қашады. Кіріп келген қасқырлар шок болады, туалет не қуып жатыр деп. Біздікілер суға құлайды. Түлкі шығып қоянды шақыруға тырысады. Қоян сосын шығып, Богоға айтуымыз керек деп айғайлайды. Бого сол уақытта газельмен бірге билеп атқан видео жасап алып, соны қарап отыр. Кабинетіне Клаухаузер кіріп қап, оның да өзі сияқты видео жасап алғанына сүйсінеді. Және Джуди әлгі жоғалған жануардың барлық 14-ін тапқан мәлімдеп Богоны таңғалдырады. Полиция әкімді тұтқындады. Арыстан қаланы қорғағысы келген айтып ақталады. Қаланы емес, жұмысын қорғағысы келді деп айтқан Джудиға Арыстан. Мұның себебі әлі де түсініксіз. Бұл бейбіт қаламызды құртушы еді дейді. Бірақ қоян оны тыңдамайды. Очки киіп алған Ник полицейлерге мен де полицеймін деп наклейка жетонын көрсетеді. Полиция бөлімшесінде пресс-конференция жүріп жатыр. Джуди толқып тұр, не сөйлеймін, қалай сөйлеймін деп. Содан Ник оған қалай сөйлеуді үйретеді. Қойған сұраққа өзің сұрақ қойып, сол өзіңнің сұрағыңа жауап бересің деп. Қоян түлкіден жанында тұруды сұрайды, өйткені бірге жапты ғой бұл істі. Ник, мен полицеймін бе? Жоқ, полицей емеспін деп өзінің тәсілімен жауап береді. Қыз оның серіктесі болса күшті болушы еді деп жігітке полицияға қабылдау өтінішін ұсынады және оны толтыруға әлгі ручканы береді. Содан ол сөйлеуге микрофон алдына шығады. Басында дұрыс сөйлей алмай тұрады, бірақ Никтің көмегімен жаңағындай тәсілді қолдана бастайды. Алайда бір тәсілді барлық сұрақтарға қолдана алмайсың ғой. Содан бір кезде не үшін сол жоғалған жануарлар сондай болып кетті деген сұраққа жыртқыштардың қанында бар ол нәрсе деп қуып кетеді. Ник не деп қалады. Және экрандағы жыртқыштарға қарап бала кезінде оны қорлағаны есіне түседі. Бұл қайталануы мүмкін ба деген сұраққа Джуди, мүмкін. Сол үшін сақ болуымыз керек деп айтып ап, ушығып кеткен соң, қойып осымен бітті деп пресс-конференцияны аяқтайды. Джуди Никке кеп тез бітіп қап Ник туралы айтып үлгермегенін хабарлайды. Ник әрине оған риза емес және жауап талап етеді. Өйткені түлкі де жыртқыш қой. Қоян, жоқ, сен олар сияқты емессің ғой дейді. Олар деп білесің бе енді деп Ник қоянның әлгі түлкілерге қарсы пышылдағын еске салып, менен қорқасың ба айтшы дейді. Және шошытып қалады аздап. Сол кезде қоян пышылдағын алуға дайын тұр. Ник біліп едім деп ол біреу оған шынымен сенді деп ойлағанын айтып, қоянға жаңа толтырып қойған өтінішін қайтарып, наклейка жетонын тастап кетеді. Никтің артынан жүгірген қоянды тілшілер бөгеп қалады. Кейінірек жаңалықтардан сол сөздердің кесірінен болған қаладағы қарбалас көрсетілуде. Газель бейбітшілікті сақтайық деп митинг ұйымдастырыпты. Және ол барлық жыртқыштарды есінен адасқан және адасуы мүмкін қауіпті жануарлар санап, олардан қорқу дұрыс емес дейді. Бого Джудиға кеп жаңа әкім оларды көргісі келетінін хабарлайды. Жолда қыз Клаухаузер заттарын жинап атқанын көріп таңғалады. Ол жыртқыш болғандықтан оны мұрағатқа ауыстырыпты. Қоян, мә, не істеп қойдым деп қалғандай. Жаңа әкім қой, қала тұрғындарының көп бөлігі жыртқыш еместер болғандықтан қорқып қалған оларға қаһарман керек деп Бого екеуі Джудиді полицияның басы бет-бейнесі еткісі келеді. Бірақ Джуди өзінің қаһарман емес екенін айтып, мен осында әлемді жақсарту үшін келдім, бірақ керісінше құрттым бәрін дегенде, Бого өзіңе көп алма дейді. Және әлем онсыз да құрған. Сол себепті бізге жақсы полицейлер керек, сен сияқты деп мәлімдейді. Қоян, бар сыйластықпен мырза, бірақ жақсы полицей қалаға көмектесіп оны қорғайды. Мен сияқты бытышын шығармай, дейді да жетонын қалдырып, рахмет деп кетіп қалады. Содан ол ата-анасымен көкөніс сатып жүр. Ата-анасы оның көңілсіз екенін көріп, әкесі оны еркелетеді, көңілі көтерілсін деп. Бірақ қыз жазықсыз жыртқыштардың өмірін құрттым деп өзін кінәлауда. Сол сәтте әлгі Гидеон келеді машинасымен. Ата-анасы онымен жұмыс істейді екен. Гидеон олардың серіктесі және ең мықты топ кондитерлердің бірі. Қыз, мә, күшті ғой дейді ата-анасына, молодец дегендей. Ата-анасы болса көздерін қызы ашқанын мойындайды. Джуди кездесуде болсын айт деп Гидеонға жақындайды. Денелі түлкі бұрын нақұрыс болғанын мойындап, Джудиге жасағандары үшін кешірім сұрайды, өкінетінін айтып. Және оларға пирогтар алып кепті. Сол сәтте әкесі ойнап жүрген балаларына, әй, Медникампым холеситиясты басып кетпеңдер деп айғайлайды. Гидеон, мә, аға, сіз оны қиын сөзбен айтады екенсіз, менің отбасым олар жай ғана түнгі ұлығыштар деп айтады дейді.
деп қалады Джуди. Әкесі ол анау гүлдер туралы айтқанын мәлімдейді. Қоян әке оларды зиян жәндіктерді жолатпау үшін отырғызады екен. Бірақ олардан балаларды аулақ ұстауға мәжбүр. Өйткені Джудидің нағашы ағасы кішкентай кезінде осындай гүл жеп, жынданып кетіп, анасын тістеп алған екен. Сонда Джуди қояндар да есінен адасады екен ғой. Жыртқыштар ғана емес деп, түнгі ұлығыштар деген қасқырлар емес, естен адастыратын гүлдер екенін түсініп, әкесінен көліктің кілтін алып баса жөнеледі қалаға. Содан қалада ол Никтің әлгі досын тауып, сол арқылы Никтің өзін де табады. Және түнгі ұлығыштар қасқыр емес, улы гүл екенін және біреу әдейі тек жыртқыштарды улағанын түсіндіріп айтып береді. Бірақ ол, ой қызығын-ай деп жүріп кетеді. Қоян артынан мені ешқашан кешірмейтінімді білем. Мен де өзімді кешірмеуші едім. Мен тупой болдым. Бірақ жыртқыштар менің қателерімнің кесірінен зардап шекпеу керек. Соны түзеуім қажет. Алайда сенсіз түзе алмайм. Және түзеп біткеннен кейін сен мені жек көре аласың. Ол нормально. Өйткені мен нашар дос болып, сенің жүрегіңді жараладым. Мен шынымен де жай ғана ақымақ қоянмын дейді. Сөйтсе осы соңғы сөзін Ник диктофонға жазып апты. Ақымақ қоянмын деп айтқан сөзін. Ник соны қайталап қоя береді де, уайымдама Сәбіз, саған бұны өшіруге мүмкіндік беремін 48 сағаттан кейін дейді. Ыңырсып жылаған қоянға түлкі құшағын ашады және ручканы ұрлауға тырысып жатсың ба деп прикол ұстайды. Содан екеуі мәшинемен кетіп баратыр. Ник көкжидекті ұрып жатыр және аздап салып алады қалтасына бет орамалына орап. Жақсы көреді екен. Джудидің жоспары бойынша екеуі өткенде пиязға ұқсайтын медикампом холиситис, яғни түнгі ұлығыштардың тамырын ұрлаған ұрлықшыға келеді. Оның аты Дюк екен. Джуди одан түнгі ұлығыштар тамырымен не істегісі келгенін айтуды талап етеді. Бірақ Дюк айтпайм және мені айтқызыратындай ештеңе істей алмайсың деп өзінше болады. Біздікілер оны мистер Бикке алып кеп қинайды мамалатып. Дюк мистер Бикке, әй сен қуасың ба, ол полиция ғой дейді. Және болашақ немере қызымның кіндік шешесі деп мат қояды. Қызы болса оның атын Джуди деп қоятын хабарлайды. Мамалаған Дюк айтам деп айта бастайды. Ол бір Дак деген қойға сатқан екен. Оны метродан табасыңдар дейді. Содан екеуі со жаққа кеп жер астындағы сол гүл өсіретін вагонға кіреді. Бір кезде бір қой кіріп қалады. Маска киіп алған, иіскеп қоймайын деп. Дак есімді меринос қой осы улы гүлдерді қайнатып, содан тапаншасына салуға болатын оқ жасайды. Сол сәтте оған біреу звондап гепардқа тапсырыс береді. Және тигізе алам екен деп сенімді болмаған біреуге қой қумас жүріп баратқан машиненің кішкентай ашық терезесі арқылы кішкентай кәмшатқа тигізгенмін дегенде сыртта қошқар достары Дак, есікті аш, саған кофе алып келдік дейді. Есікті ашуға кеткенде қоянның ойына бір нәрсе келеді және қой есікті аша сала оны бір теуіп есікті жауып алады. Түлкі дәлел ретінде бір қорапшаны ұстап алады. Бірақ Джуди барлық дәлелді алғысы келеді. Сол себепті пойызды шәрт етіп іске қосады. Қошқарлар арттан жүгіруде. Тапсырма орындалды деп ойлаған Ник ту дейді пойызбен. Бірақ люктан бір қошқар түсіп, жүгіріп, Ник жауап үлгерген есікке қадалады. Және сосын алдыңғы терезені сындырып екінші қошқар тап береді. Разгон алған бірінші қошқарды көріп Ник есікті аша қалады да, терезедегі екінші қошқар жерге құлап, Джуди да сыртта тап болады. Қоян тоқтамаудай қаледі. Жерге түсіп қалған қошқар ойбай тоқтат деп мамаласады. Ол қошқар шетке шығып, іші майлы домалақ тоқырбас болып қалады. Джудиді вагон төбесіне ұшырып жіберді. Жер астына шыққанда бұларға қарама-қарсы басқа пойыз келе жатыр. Қыз рельс түзегішті көріп түлкіге жылдамдауды айтады және тоқтат деп жалынған қойды қоян рельс түзегішке теуіп, бұлар жаңағы пойызбен соқтығыспай бұрылып кетеді. Алайда төңкеріліп қалды. Алда тупик. Біздікілер секіріп шығады. Тупикке соғылған вагон жарылады. Мә, ешқандай дәлел қалмады деп мұңайған қоянға түлкі, мынадан басқа дейді. Содан екеуі дәлелді полиция бөлімшесіне апарғалы жатыр. Кенет жолда әлгі жаңа қой әкім пайда болып, Джудиді шақырады. Қоян жүгіріп оған барлығын айтып береді. Қой әкім, жарайсың, сені мақтан тұтам Джуди деп кейісті алғысы келеді. Бірақ Джуди ол бізді қалай тауып алды деп одан күдіктеніп бөлімшеге кеткісі келгенде алдыларынан бір дәу қошқар шығып біздікілер қаша жөнеледі. Қой әкім оларды ұстауды бұйырады. Жолда қоян аяғын қайырып алады. Ник оны қауіпсіздеу жерге отырғызып, әлгі көкжидек салбаған орамалымен аяғын таңып береді. Қой әкім жақындауда. Джуди Никтен дәлелді алып кетуді сұрайды. Бірақ Ник оны тастап кете алмайтынын айтады. Қоян жүре алмайтынын түсіндіргенде түлкі бір нәрсе ойластырып амалын табамыз дейді. Қоянның көлеңкесін көрген қой әкім адамдарының біріне сонда баруды бұйырады, өзі алдаусырататын әңгіме айтып жатып. Сөйтсе, ол қоянның мүсіні екен. Біздікілер қашып баратыр, бірақ бұларды қошқар қуып жетіп шұңқырға құлатып жібереді. Дәлел жоғарыда қалды. Қап, мен сені жақсы көріп едім деп Джудиге қой әкім жаңағы кейістегі тапаншамен Никті атады және полиция шақырады. Музейде есінен адасқан түлкі Джудиге тап бергелі жатыр, тез келіңдер деп. Содан бір кезде Ник жынданып есінен адаса бастайды. Джуди қашып, оған бір ойыншықты лақтырады. Түлкі оның парша-паршасын шығарады. Ан жақта қой әкім елестетші, есінен адасқан түлкі қаһарман полицейді өлтірді деп газетте
есте шығып тұрады дейді. Джуди, осы ма жоспарың? Жыртқыштардан бәрі қорқатынды етіп жасау. Бұл жоспар іске аспайды ғой дегенде, қой әкім, ой бой, сол іске асу үшін әлгі жыртқыштарға уатып, оларды есалаң қылдырдым ғой дейді. Ник Джудиге жақындап істеп алады өтіріктен. Біздікілер жаңаға кейістегі оқты көкжидекпен алмастырып қойған екен. Кейістегі оқ Никте. Қой әкім, Арыстанды поставить еттім. Сендерді де сөйтем. Халық сендерге сене ме, маған ба дейді. Сөйтсе біздікілер жаңағы жыртқыштарға атып оларды есалаң қылдырдым деген сөздерін жазып алыпты. Және қоян бұл шәрт ету деп аталады, қымбаттым деп қояды. Сол баяғыдағыдай. Сол жерде полиция да пайда болады. Содан ол түрмеге кетіп, Арыстан өз орнына оралады. Түнгі ұлығыштарға қарсы вакцина ойлап табылып, Отыртын мырза есін жиды. Отыртын ханым күйеуін құшақтап, Джудиге алғысын білдіреді. Содан Джуди сахнада сөз сөйлеуде. Ник полиция қатарына кірді. Бәрі қуанып чапкаларын лақтырады. Кейінірек Бого бастық, бүгін бізде жаңа қызметкер дейді де түлкіні таныстырмай қояды. Соған Ник, мә базар жоқ, сізге тос айтуды үйрету керек қой дейді. Сосын Бого әдеттегідей жұмыстарды бөліп беріп, қоян мен түлкіге парковкада қызмет етесіңдер дейді. Бірақ ол әзілдепті. Көшеде ұшып жүретін біреу пайда болған екен. Соны тоқтатуды бұйырады Бого. Содан серіктестер көшеде жүріп келеді. Кенет алдыларына біреу ұшып өтеді. Екеуі арттан қуып барса, ұшып жүретін біреу ол Флаш екен. Ол Никке «Ник» деп бұл тез мультик аяқталады. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Бәріне сәлем. Бұл тез мультик. Бүгін бізде Аңдар шаһары 2, шаха қаһары қалтаңдағы темекі де жүрсіңе. Кеттік. Жаңалықтардан Ник пен Джудидің алдақшы қой әкімді ұстағанын көрсетуде. Айтпақшы, комментарийде бұл мультикке 1-ден 10-ға дейін баға беруді ұмытпаңдар. Әкімдер сайлауында Брайан есімді шашы ұзын актер ат көп дауыс жинап, енді ол әкім Арыстан қой емес. Жаңа әкім ауа райы қабырғалары ойлап табылғанына биыл 100 жыл толуына орай сөз сөйлеуде. Жанында Джуди мен Ник тұр қаһармандар боп. Қоян, жақында басқа істі жауап, екеуміз мощный боламыз дейді досына. Келесі күні таңертең Ник пен Джуди жұмысқа тұрады. Содан полиция бөлімшесіндегі жиналыс кабинетінде Бого тапсырманы түсіндіруде. Мынау құмырсқа жегіш заңсыз әрекеттер жасап жүрген кеден инспекторы. Соны ұстау керек. Бого бәріне кімнің не істейтінін түсіндіріп, соңында Джуди, Ник деп қараса, олар жоқ. Түлкі мен қоян сол уақытта кеден жақта жүр. Никтің әлгі досын коляскаға салып алып. Богоға бұны Клаухаузер жеткізеді. Общение ұстайды ғой онымен біздікілер. Біздің жұпта әлгі құмырсқа жегіш көріп, бұл жерде не істеп жүрсіңдер деп ұрсады және кетуді талап етеді. Бірақ Ник ойнатып, баласының туған күнін атап өту үшін осы керемет жерге келгенін айтып жылайды. Құмырсқа жегіш, деп қалады. Баласын көрсетіп түлкі, оның аяғындағы гипсқа құмырсқа жегіштен қолтаңба сұрайды. Сөйтіп алдата тұрғанда қоян контейнерді ашуға жүгіріп, әлі аша алмай жатыр. Құмырсқа жегіш гипсқа сурет салып үлгерген. Контейнерді енді ашты дегенде Бого рациямен сөйлеп қап, жоспардың бәрін бұзады. Құмырсқа жегіш бұл менттер деп айғайлап машинемен қашып кетеді. Артта боқтаған шошқаның машинесіне мініп екеуі құмырсқа жегішті қуалай жөнеледі және қоян рациямен чопа-чом екенін хабарлауда полиция әріптестеріне. Содан бегемоттар жолда тікендер қойдырады, бірақ ол өздеріне шат. Құмырсқа жегіш соғып кеткен баннер кедергі келтірген соң басын терезеден шығарады және басы ауырылып талып қалады. Оны көріп біздікілер ұшып оған жетіп ап, Джуди ол машиненің терезесіне секіріп кіреді және тормозға баса қалады. Алайда машине көпірден сыртқа кетіп, ауа райы қабырғаларын ойлап тапқан сілеусіннің мүсініне құлайды. Құлап түскен құмырсқа жегішті зебра бауырлар тосып алады. Ұйқылы ояу Джуди бауырымен жорғалаушыны көреді және сосын оның қабыршағын табады. Содан екеуі Богоның кабинетінің жанында отыр күтіп. Қоян құндыз ютуберді қарап отыр. Ол бұл қалада рептилиялар, яғни бауырымен жорғалаушылар жоқ, өйткені оларды қалаға кіргізбейді. Рептилиялардың көп бөлігі әрине қала сыртында, бірақ қала ішінде біраз бөлігі болуы мүмкін екенін айтып жатыр. Сол кезде екеуін Бого шақырып қап, олар енді кабинетте отыр. Құмырсқа жегішті бұлар ұстағанына қарамастан Бого оларды зебра бауырлар ұстады деп шешеді. Қоян негізі біз жарайды деп әңгімесін айта бастайды, фургоннан не тапқандарын көрсетіп. Бірақ Бого бастық тыңдағысы келмейді және қаланы қиратқаны үшін сөгеді. Сосын барлығын кабинетінен шығарып тастап Бого қоянға нежный дауыспен оны жақсы көретінін, бірақ осы істері оның және полицияның абыройына нұқсан келтіргенін түсіндіреді. Богоның сөйтіп нежно сөйлегеніне Ник прикол ұстайды. Бірақ сосын көтенін қысады. Рептилияларды табудың орнына Бого оларға басқа тапсырма дайындапты. Қиын тапсырма деп қояды.
Сөйтсе ол андай: "Сәлем, менің есімім пәленше, мен алқашпын" деген сияқты тастағысы кеп жүрген алқаш нашақорлардың клубы болушы еді ғой киноларда, сол сияқты ұйым короче. Бірақ бұл серіктестерін түсіне алмай олармен сәйкес келмейтіндердің клубы. Яғни серіктесімен команда болып жұмыс істей алмайтындардың. Ортада бір психолог отыр. Франсин есімді пілдің серіктесі тышқан. Пілдер тышқандардан қорқады ғой енді. Армадило аю серіктесінің биттерін жеп жатыр. Фу. Психолог біздікілерден не үшін қарым-қатынастары онша емес екенін сұрайды. Джуди негізінде олардың қарым-қатынастары жақсы екенін, тіпті керемет екенін айтуға тырысады. Бірақ психолог: "Көрдіңдер ме, қоян серіктесіне сөз бермей, нервісіздеп аяғын қимылдатып отыр" дейді. Және оның себебі өзіне сенімсіз түлкі екенін түсіндіреді. Сосын қатты тырысып олардың келесі жылда жақсы серіктестер болатынын қосқанда, кеткелі жатқан біздікілер ойбай деп қалады. Содан сеанстан шығып, Ник автоматтан сәбіз сусынын алып қоянға лақтырам деп қабырғаны теседі. Сөйтіп екеуі кетіп баратқанда дәлізде әріптестері оларды мазақтауда. Ашулы қоянды тоқтатып түлкі оған сабыр дейді. Қоян далада бәріне олардың күшті команда екенін дәлелдегісі келетінін мәлімдейді. Түлкі ешкімге дәлелдеудің керегі жоқ екенін айтады. Бірақ қоян қоймайды және Никке кітап беріп кетеді. Джуди метрода өзінің косягын көреді. Түлкі үйіне келді. Қоянды. Ник кино көруге отырады. Қоян болса ата-анасымен сөйлесуде. Қыздары теледидарға шыққанын көріп уайымдап звондапты. Әкесі қызына серіктестікте ең бастысы сенікі әрдайым дұрыс болу шарт емес екенін түсіндіреді. Содан ата-анасымен қоштасып қыз қызылды басып теледидарды қосады. Бір жаңалықтарға қойып, доширагын дайындап әлгі кітапты зерттеуге кіріседі. Кенет оның назарын Сілеусін күнделігін рептилия ұрлағысы келді деген сөз аударады. Ол күнделікті қаланың 100 жылдығына арналған кеште қояды екен. Күнделіктің ішінде ауа райы қабырғаларының патенттелген сызбасы бар. Кенет Джудекең әлгі құмырсқа жегіштікіндей көлікті байқайды және паузаға қойып өзіндегі суретпен салыстырады. Дәл сондай. Сол машинеден табылған нәрселердің арасында осы кешке шақырту бар. Қоян Гуглдан күнделікті кім ұрлағысы келгенін білгісі кеп, әлгі құндыздың ютубтағы видеосына тап болады. 100 жыл бұрын бір жылан әлгі қабырғаларды ойлап тапқан Сілеусіннің тасбақа қызметшісін шағып апты. Өйткені тасбақа жыланға күнделікті алуға кедергі келтірген. Содан бері жыландарды қалада ешкім көрмеген. Бірақ мен сенем, біреусі қайтып келеді дейді құндыз. Және оған қызық, жылан сымның жартысын киіп келе ма, әлде ұзын нәски киіп келе ма? Сол мезетте кино көріп отқан түлкіге қоян звондап, әлгі құмырсқа жегіштің машинесіне ұқсас машине 100 жылдық кеште қызмет ететінін және бұрын жыландар күнделікті ұрлағысы келгенін хабарлап, олар қайтадан ұрлауға тырысса ше дейді. Есікті біреу тоқылдатып пиццаға тапсырыс берген түлкі есікті ашса, бұл Джуди. Қыз оның шашылған үйін көріп ойбай деп қалады. Сосын сол кешке барып осы істі жауып мықты команда екен дәлелдеуді ұсынады. Түлкі барғысы келмейді, бүлдіріп қойсақ Бого бастық бізді айырады деп. Енді анда екіге айырады деп. Ой, команда болмайтында етет короче. Қоян жай ғана барып көреміз, егер ештеңе таппасақ кетеміз деп Никті көндіреді. Содан екеуі Джудидің 3 дөңгелекті балдырғанына отырып ұшады. Жолда газельді жақсы көретін Клаухаузер билеп, ол регулировщик болғандықтан бір мәшіне оның айтқанын істеп қарға кіріп кетеді тупой. Мерекеге ат әкім, сосын күресіне әтесі де келеді. Далада салют атылады. Со жаққа жеткен біздікілер әлгі мәшінелерге жақындайды және төбесінде қары жоқ мәшіненің жанында тоқтайды. Өйткені рептилиялар қарда өмір сүрмейді. Содан қоян есігін ашып қарап жатқанда түлкі ойбай жылан деп қоянға прикол ұстап, қоян фонаригін оған жағып, ғимараттың артқы есігі ашық тұрғанын байқайды. Және кіргісі келмеген түлкіге костюм лақтырады, киіп ал деп. Өзі мәшіненің ішіне кіріп киініп алады. Ник красавчик болып шыға келді. Қоян красавица, красиватса. Түлкі оның құлағын битіп алғанына прикол ұстап, таяқ жейді. Содан екеуі ғимарат ішінде келатыр. Джуди со жердегі ақпар кітапшаны алып, күнделік ғимараттың қай жерінде орналасқанын көреді. О жерге алдын ала резерв жасап қойған кісілер ғана кіреді екен. Ник какой-то бір ескі кітапты жылан не істейді ұрлап дейді. Джуди оның құлағына құлаққап тығады. Түлкі шәрт етуді менен үйрен деп айналадағылармен общение ұстап, сосын күнделік жаққа кетіп баратқан біреудің алқасын ұрлап, бұл сіздікі ме ханым деп оған жақсылық жасап, онымен бірге кіріп кетеді біздікілер шәрт етіп. Ник күнделіктің айналасында аз күзетші жүргенін прикол қылып айтады. Қоян жақыннан көруді шешеді. Түлкі алыстан қарап тұратын болады. Бұл жерде Бого да жүр. Джуди күнделіктің сырты металл екенін байқайды. Ник оған қарай Бого келатқанын хабарлап, қоян қарасын батырады.
Уф, кетті-ау деп бұрылып қоян бір сілеусінге соқтығысып қалады. Және оған бет орамалын береді үстін сүртіп алсын деп. Оның аты Поберт екен. Джуди өзін таныстырғанда Поберт оны танып, қазір жұмыс істеп жүрсің бе осы жерде деп сұрайды. Қыз жоқ, жай ғана бірдеңке болып қалса күнделікті қорғаймын деп жауап береді. Поберт те аз күзетші жүрген прикол қылып айтуға тырысады, дәл нектикіндей. Қоянның күлгеніне түлкі, бұл менің приколым ғой дейді. Джуди құлаққабын өшіріп тастайды, миды жейді деп. Түлкі құлаққабын түсіріп ап, жерден бауыры мен жорғалаушының қабыршағын табады және осыны қоянға хабарлауға тырысуда, бірақ қыз естімейді. Поберттің отбасы шығып оған сахнадан алыс кет деп оны қуып жібереді. Әкесі сахнаға шықты. Ник күдікті нәрсені байқайды люстрада тұрған. Содан қоянға жүгірем деп Богоға соқтығысады ол. Бого оған ұрсып, оны алып баратқанда түлкі прожекторды люстраға бұрып үлгереді. Ол біреу жерге түседі. Капюшондағы кісі жылан екен. Жыланды көріп бәрі дүрбеленге түсіп қаша жөнеледі. Зебралар Чакира газельдің оққағарын қағып кетеді. Әнші, мен сендер жаттап алдым, зебралар дейді. Жылан сілеусін әкемен күнделікті алып баратыр. Артынан түлкі мен қоян жүгіреді. Бір бөлмеге кіріп жылан сілеусінің көзін сканерлеп, күнделік сақталған ыдысты ашады. Ол бөлмеге Джуди кіріп сілеусінді өлтірмеуді өтінеді. Бірақ жыландар жаман емес, сілеусіндер жаман екенін мәлімдейді. Осы күнделікте соны дәлелдейтін құпия бар. Мен соны дәлелдеуге міндеттімін дейді ол қоянға. Қоян оны түсіне бастайды. Жылан сондай-ақ соны дәлелдегенде оның отбасы үйіне оралатын түсіндіріп атқанда кенет түлкіге бұны өшіреді. Күнделікті алған сілеусін әке тұрып, жыланды өлтіріңдер, мен күнделікті өртеп жіберейін. Жұмыс отчеттарыңда ол бізге шабуыл жасады деп жазып, сосын ауыздарыңды жауып жүріңдер деп біздікілерді қорқытады. Қоян жанып тұрған оттың шоғын оларға ұшырып, жыланды өздерімен бірге алып кету үшін көтергенде, ол оянып, ерелең етіп жаңағы күнделікті сілеусінің қолынан шырып, бөлмеге кірген Богоны тістеп алады абайсызда. Жылан қоянға оған уға қарсы укол салса ол аман қалады дейді. Және тісі қалып қалды Богоның қатты терісінде. Тісті алып шығарғанда полиция әріптестері кеп қалады. Оның үстіне сілеусінде отқа май құйып жандырып жібереді Поберттің братаны. Ник пен Джуди жыланды сыртқа лақтырады. Қабандар ұйықтататын дәрі атқандықтан Ник қабырғадағы суретті алып онымен қорғанады. Жыланды мотоциклімен біреу алып кетті. Қоян күнделікті алып біздікілерді секіреді және сноубордпен кәшенет десіңе. Алдыларынан мистер Биг күресіне отец шығып, бұларды багажникке сабап кетеді. Мұны бағанағы мотоциклші көреді. Жылан жанында болу керек, бірақ білмеймін, көрінбейді, қараңғы. Жаңалықтардан біздің түлкі мен қоян бандит жыланмен әрекет етіп жүр деп көрсетілуде. Богоға укол салады. Әкім, Бого өлді деп айтып кетсем қалай болады дейді. Бірақ айтып қалуы әбден мүмкін екенін түсіндіреді, өйткені дәрігерлер түсінбей жатыр аздап. Сілеусін әке ашулы, жылан түлкі және қоянды тауып көздерін құртуды бұйырады. Жылқы бірақ заң бар ғой дейді. Брайанды әкім қылған осы сілеусін екен. Қаланы ұстайтын осы мұжық боп тұр ғой сонда. Содан ата әкім полицияны ұйықтатпай іздеуге жібереді. Әкім қойынды. Сол мезетте біздікілер жатқан багажникте Джудиге ата-анасы звондайды. Қыз қызылды басады. Әкесі приколист сообщение жазып қоймайды, смайликтер жіберіп. Түлкі оларды телефон арқылы оңай тауып алатын түсіндіріп оны сындырады. Екеуін багажниктен суырып, енді олар қыздарске сөмке жасап шығаратын фабрикада отыр. Қызметкерлердің бәрі аюлар. Мистер Биг пен оның қызы пайда болады. Қыз толып кетті. Бұл фабрика оның идеясы екен. Оның Джуди есімді қызы мистер Бигтің немересі шыққанда Ник оны еркелетіп еді. Жертесерлер ұрысып тастайды, еркелетпе деп қызғанып. Бірақ сосын оларға қашуға көмек ұсынады. Керек жерлеріне апарып тастайды анау машине және жаңа құжаттар мен киімдер. Алайда қоян жыланға көмектескісі келетінін айтуда. Мистер Биг сілеусіндер жерлерін кеңейту үшін өлтіруден тайынбайтын мұшықтар екенін түсіндіреді, оларға қарсыласпай кетіңдер деп. Түлкі сол уақытта түрін ауыстырып үлгеріпті, мұрт жабыстырып ап. Қоян мистер Бигке алғысын білдіріп, жыланға көмектесуді шешкендерін айтады. Джуди жыланды тасбақаны шақты деп бәлкім подставить еткен шығар. Осы күнделік оны қалай дәлелдейтінін білмейсіз ба дейді. Мистер Биг білмейтінін айтып, қызы барлық ақпаратты әлгі құндыздан сұрауды ұсынады. Содан олар онымен кездесуге келеді. Ан жақта мистер Бигтің оларды апарып тастайтын машинесі күтіп тұр. Ник сояққа барғысы келеді. Бірақ Джуди қоймай, түлкі жарайды деп, олар құндыздың машинесімен зырғы жөнеліп, Болото ауданына келеді. Құндыз біздікілерді Хесус есімді кесірткеге алып баратыр. Бұл жер парк, аквапарк сияқты көріч. Жылда түлкі цирк көрсетіп атқан теңіз арыстан итбалық деп атап тіл тигізіп қойып, таяқ жейін деп қалады. Құндыз бен Джуди оны алып кетеді. Содан су жағасында құндыз дәу бір балықты біздікілердің қолына ұстатып, судан дәу морж шығады. Ол құндыз екеуі осы жердегілердің тілімен сөйлесіп, морж су астына резко кіріп, судың бәрі түлкіге тиеді. Түлкі панамасын тастап кеткелі жатқанда морж кеме болып шығады.
Содан үшеуі кетіп баратыр. Моржбен санағанда төртеу. Қабандар иіскеп Никтің панамасын табады. Және теңіз арыстаны олардың қайыққа кеткенін көрсетіп көмектеседі. Сонда қабандардың бірі «Рахмет, итбалық барадан» деп оның ашуына тет. Сондай күлкілі сәт осы шерш. Жоғар жақтан жылан әлгі мотоциклші досымен бақылауда. Біздікілер алыстағы қисайып тұрып қалған үлкен кемеге жетіп ішіне кіреді. Іште қоян серіктесіне «Ойбай, жылан» деп прикол ұстайды. Түлкі оның құлағына ұсталып қалады. Оларды көріп құндыз екеуінің қалай серіктес болып жүргеніне таңғалады. Және Хисус тамақ ұсынса жеуді ескертеді. Өйткені бас тарту сыйламаудың белгісі. Құндыз есікті тоқылдатып есігі ашылады. Түлкі рептилиялардан қорқады ғой деп. Қоян қуанышты. Кесірткелер шыбын-шіркей жейді. Біреуі тілімен контрабас ойнайды. Ник бір кезде біреуісінің құйрығын басып кетіп, ол құйрық түсіп қалады. Кесіртке оны өзіңе ала бер дейді. Түлкі оны тастап қашады. Содан олар Хисус отқан үстел басына кеп отырады бұталарға. Нағыз рептилиялар құсап. Тамақ әкелгенде құндыз мен тойып тұр, мыналар аш дейді. Сөйтсе бұл құрттар. Джуди сұрастыра бастағанда Хисус алдымен тамақ, сосын әңгіме деп мәлімдейді. Содан қоян кішкентай құртты алса, Никке добалдай жылан сияқты дәу құрт түседі. Екеуі қысқысы кеп әрең жейді. Со жердегілердің бәрі күліп отыр жегендеріне. Хисус күліп, негізі мен құрт жемейм, лепеш капкыш маған дейді ол даяшыға. Сосын ол күнделіктің сырты металл екенін көріп, іздеп жүрген құпия осы сыртында болуы мүмкін екенін түсіндіруде. Өйткені жыландар металдағы нәрсені көреді екен бетіндегі бояуына қарамай. Бірақ сілеусін жыланнан қандай құпия сақтауы мүмкін деп қоян таңғалады. Хисус білмейм, бірақ сол құпия үшін тасбақа өлді ғой. Демек маңызды құпия дейді. Кесіртке сол оқиғадан кейін барлығы рептилияларға сенуден қалып, олар аудандарынан кеткендерін түсіндіруде. Рептилиялар кете салысымен сілеусіндер өз жерлерін кеңейтіп алған екен қар төсеп. Енді осы болот ауданында еленіп алмақшы сілеусіндер. Олар рептилиялардың бәрін қуып, бұл парк сияқты әдемі жерді қарға көмеді дейді кесіртке. Және сілеусіндерді тоқтату мүмкін емес екенін қосады. Қоян күнделіктегі құпия тоқтатса ше дегенде, Хисус онда екеуіне қауіптеніп тұрған мәлімдейді. Кенет екеуінің полиция әріптестері пайда болады сол жерде. Хисус біздікілерді артқы есіктен алып шығады. Джуди не үшін оларға көмектесіп атқанын сұрайды. Кесіртке, сен екеуін қаланы құтқардыңдар. Тағы құтқарасыңдар деп сенемін. Сол кезде бәрі біздің олардан қатты айырмашылығымыз жоқ екенін көреді. Дейді, бір түрде жүгіріп кетеді судың бетімен. Арттан техничныйға баған жылан күнделікті алып қаша жөнеледі судың бетімен тұр. Содан біздікілер қайықтан қайыққа секіріп артынан қуады жыланға көмектесу үшін. Бегемоттар су астымен біздікілерді қуады. Жылан қашып баратыр. Бегемоттар жақындап қалды. Содан Джуди колокольчиктерді сыңғырлатып, морждар су бетіне шығып, біздікілер солардың басына секіру арқылы шетке жетеді. Бірақ шығып үлгермеген түлкіні құндыз шығарып жіберіп, егер жылан қызыл сызықтан өтсе, артынан бармауға кеңес береді. Жылан қызыл сызық деп тұрған дәу трубаға кіріп кетті. Түлкі қоянға ойбай қызыл сызық деп барғысы келмесе де қоянмен бірге секіреді. Трубаның іші суға толы. Түлкі қоянға жынсың ба, шығайық, қазір өлеміз тұншығып деп ыммен түсіндіруге тырысуда. Бірақ Джуди алға ұмтылады, оны тыңдамай. Қоян жыланды ұстады, бірақ ауа жетпей талып баратыр. Оны аварийный есік арқылы Ник шығарып, екеуі аман қалады. Кенет Джуди жыланның сөмкесін байқап, оны ашады. Ішінде сіріңкенің қорапшасы. Темекі ме? Ой, жарайды деп екеуі кеткелі жатқанда неміс текелер пайда болады сол жерде. Біреусі көп гүл жеп қойып, жаңа сіріңкедегідей гүл жөтеліп шығарады. Осындай гүлдерді қаяқтан тапқан сыраған қоянға екі неміс мынау таудың басында деп түсіндіреді. Таудың басында сондай-ақ бір үй бар екен, бұрын сонда жыландар жасырынған. Джуди ояққа қалай жетсе болады деп сұрайды. Текелер қалаға барып сояқтан аспалы жолға отыру керек. Немесе мынау арқанмен шыға салған тезірек дейді. Содан олар арқанмен таудың басына шығып келе жатыр. Қоянның айтқанын істей беріп шаршаған Ник оның әлгі «мен шынымен де ақымақ қоянмын» деген сөзін қосады әлгі сәбіз ручкасынан. Джуди ашуланып екеуі таласып, сәбіз диктофон нәтижесінде жерге түсіп сынып қалады. Қоян Никке қарамай жоғары өрмелеуді жалғастырып төбеге шығады. Ник қарап қалады. Сосын ол да шығады. Төбеде текелер айтқан үй. Джуди соның ішінде жүр уже. Төменде полицейлер пайда болып, бұлардың қайда екендерін түсінеді. Үйге түлкі де кіреді. Джуди әлгі жыланның ізін тауып, сонда көтеріледі. Ешкім жоқ. Үйге енді келатыр-ау жылан мотоциклші досымен. Түлкі қабырғадағы суреттен көгілдірлерді көріп, фу дегенде ағаш қирап ол құлайын деп қалады. Төменде полиция тәуешкілер оңай шығып келатыр. Оларды көріп Ник қоянға асығады ескерту үшін. Қоян сол уақытта жыланның бөлмесіндегі сурет газеттерді көріп, бұрын қаланың бір бөлігі рептилиялар ауданы болғанын түсінеді.
Түлкі келеді, полиция келді, қашу керек деп. Бірақ қоян істі соңына дейін жеткізгісі келеді. Ник оған олар салса сілеусіндер өлтіретінін айғайлайды. Джуди істі соңына дейін жеткіземіз деп қоймайды. Түлкі ой іске түкіргенім бар, ол өлуге тұрарлық емес дейді. Қоян деп қалады. Дәл сол сәтте полиция бөлмеге басып кіріп, соққыдан екіге бөлініп қирайды. Ник пен Джуди екі жаққа кетеді. Ник ұсталды, қоян да ұсталды дегенде оған әлгі мотоциклші көмектеседі. Ол Поберт екен ғой. Поберт өз отбасын тоқтатқысы келеді. Үй қирап, қоян құлайын деп қалады, бірақ жылан ұстап тұр Поберт екеуі. Олар жүр бізбен, серіктесіңді уже ұстап ал, сені де ұстауларына жол бермеу керек дейді. Ник сытылып шығады, бірақ қоянға ұйықтататын дәрі тиеді. Бақытымызға орай оны Поберт ұстап қалады да, олар оны алып кетеді. Түлкі енді точно ұсталды деп ойласам, ол төбелескелі жатыр. Әрине таяқ жеп өшіп қалады. Кейін Джуди оянады. Олар шөл далада кетіп баратыр мотоциклмен. Қыз Никті сұрайды, оған не болды дегенде. Поберт оның ұсталғанын хабарлайды да, осы жерде бізді ешкім ұстай алмайды дейді. Никті сол уақытта әкімнің алдына алып келген полицейлер. Әкім қоянның қайда екенін сұрайды. Түлкі прикол жасайды, бәлкім қалпағының ішінен шығарарсың деп. Тип әлгі сиқыршылар қысып. Басында ат прикол түсінбейді тупит етіп. Бірақ сосын түсінеді. Никті мәшинеге лақтырып қамайды. Әлгі сілеусін әке пайда болып, олардың қайда екенін сұрайды. Түлкі ештеңе айтпайды. Сілеусін жерлерін кеңейтуді бастауды бұйырады. Әлгі парктан, яғни болот ауданынан бәрін қуып шығып, сол жерді мұздатуды бастаңдар деп. Никке ол мүмкіндік бар кезде қашып кету керек еді. Енді зынданға кетіп, серіктесің өлгенін газеттен көресің деп түлкінің қолын тырнап алады. Никті алып кетті. Қызы сілеусінге қоян мен жыланға көмектесіп жүрген біреудің жынын алып кеп, әке сілеусін ол Поберт екенін түсінеді және оны табуды бұйырады ашуланып. Жылан қоянмен тығылады, гаишниктер көріп қоймау үшін. Жыланның аты Герри екен, Спанч Бобтың досының аты сияқты. Герри шағып алуынан қорықпауды айтып, уға қарсы ружкасын көрсетеді. Ол уды бейтараптандырады, яғни әсерін қайтарады. Өлмейсің, короче. Олар Поберттің палаткасына келді. Ол зұлым отбасынан аулақ осында кеп тұрғанды жақсы көретінін айтады. Жылан ойнап құтырып кетеді, бала сияқты. Сілеусін әй тиіспе деп жүр. Бір кезде Герри ойыншығын қосып, ол ойнап ойыннан шыға алмай қалады. Сосын жылан өшіреді ойыншықты. Сонда Джуди олардың қалай серіктес болғанын сұрайды. Күнделікті мейрамда көрсететінін білген жылан Поберттің отбасына күнделікті көруге рұқсат сұрап хат жазған. Өзінің кім екенін жазбай әрине. Сол хатты алуға Шигол Побертті жіберген. Поберт жыланды заңсыз осында әкеп апты. Герри бақандай 7 күн жәшікте болған. Бірақ отбасыма көмектессе, ол соған тұрарлық дейді ол. Және қоянға серіктесіңе де көмектесеміз деп айтқанда, есіне түсіп қоян мұңайып қалады. Поберт оны жұбатып, содан олар далада от жағады. Металда не бар екенін тек Герри сияқты жыландар ғана көре алады екен. И то жылу арқылы. Содан Герри көрген нәрсесінің бәрін қағазға түсіре бастайды. Қоян әлі де түсінбеді сілеусін жыланнан қандай құпия сақтауы мүмкін деп. Сөйтсе, әлгі ауа райы қабырғаларын сілеусін емес, жылан, дәлірек айтсақ, Герридің арғы апасы ойлап тапқан екен қиналған жануарларды көріп. Енді әртүрлі жануарға әртүрлі ауа райы керек қой. Біреуге жылы, біреуге суық дегендей. Оған инвестор қажет болып, Поберттің арғы атасымен серіктес болған екен. Бірақ ол қу Герридің арғы апасының парағын алып тастап, өзінің атын жазып, жалған құжат жасап алған. Және от жаққа лақтырып жібереді оригинал парақты. Оны тасбақа қызметшісі көріп қояды. Тасбақаны өлтіргенде сол сілеусін. Ойбай деп Герридің мейірімді арғы апасы оған барса, тасбақа апа жаным-ау, оригинал қағазды сақтап қалған екен. Сілеусін тасбақаны өлтірді деп жыланға жала жабады менттермен бірге кеп. Герридің арғы апасы парақты алып үйіне қашып, оны бір жерге жасырып үлгерген. Сілеусін рептилия тұрғындарды қуып, о жерге қар жаудырды. Герри арғы апасының үйінің қай жерде екенін картаға түсіреді металдан қарап. Бірақ ол жерлердің бәрін қар басып қалғандықтан үйді табу оңай болмайын деп тұр. Қоян анау рептилиялар тұратын жерде де осындай сағат мұнарасы болғанын және оның төбесі жанатын мәлімдейді. Қар ұзын мұнараны түгелдей баспауы мүмкін деп. Бірақ Поберттің арғы атасы электр тоғын баяғыда өшіріп тастаған. Алайда бұларда кәз сызбалар бар ғой. Электр тоғын қосатын жерді қоян әлгі күнделіктен табады. О, бұл табамыз онда деп қуанады үшеуі. Бірақ сілеусіндер Поберттің қайда екенін телефон арқылы біліп алады. Никті түрмеге қамайды. Қабанға серіктесі кеп, сілеусін әке хабарласқан мәлімдеп, ода қоянның месоположениесі бар деп, олар кетеді. Түлкі тездетіп шыққысы келеді серіктесін құтқару үшін. Сөйтсе, қарама-қарсы түрмеде Құндыз отыр. Ол сырттағы швабраны жеп жатыр. Түлкі тырнағымен есікті ашуға тырысуда. Құндыз, братан, сөйлесейік деп қоймайды, өзін қинамасай дегендей. Ник жарайды деп қалай болғанын айтып жатыр. Ол қоянға өлуге тұрарлық емес деп айтқан себебі одан айырылып қалғысы келмеген. Құндыз кеп құшақтап алады Никті. Сөйтсе жаңағы швабрадан кілт жасап алған. Шарт еткіш деп осыны айтты. Болмаш нәрседен проблем жасамайды.
түймедей түйедей емес, түйедей түймедей ететін құндыз ғой мынау. Бітті, мен оның фанатымын. Содан екеуі дәлізге шыққанда әлгі құмырсқа жегіш көре алмай, әй мынау түлкі әке мен суыр ғой деп тоқылдайды айғайлап. Қаяқтағы суыр, мен құндызбын деп ашуланады құндыз, әлгі итбалық сияқты. Ой, теңіз арыстаны. Короче, полициялар кеп біздікілер қаша жөнеледі. Қорқынышты кинодағыдай әлгі қой әкім пайда болады шошытып. Қой жарайды деп түлкі мен құндыз есікке барып, ашу деген кнопканы басады. Бірақ сыртқы есіктен басқа түрме есігінің бәрі ашылып, босаған түремшіктер никтерге тап береді. Есік олардың салмақтарынан ашылып кетеді. Далаға шыққан олар алақай деп менттердің машинелеріне отырып, табандарын жалтыратады. Екі бейшараға машина қалмай қалады. Бірақ құндыз Джудиді құтқаруға үлгеру үшін бізге ең жылдам жүргізуші керек дегенде, есіне біреу түскен түлкі телефонмен флашты шақырып ап, оған серіктесіне көмектесу үшін қаланың ар жағына ұшып бару керектігін түсіндіріп, екеуі машинеге отырады. Құндыз күмәнмен қарайды оның жылдам жүргізуші екеніне баяу қимылдарына қарап. Бірақ ұшқанда түрі мынандай болып кетеді. Басқа жақта Джуди электр тоғын қосатын жерді тауып, тез әрекет ету керек деп тынымсыз сөйлеп тынбайды. Біздің қолымыздан келеді деп Герри оны тыныштандыруға тырысады. Және оның отбасы 100 жыл бойы өздерінің жақсы екендерін халыққа дәлелдей алмай келатқанын түсіндіруде. Бірақ мақсатқа жетуге осынша жақын қалғанның өзінде, олар бұл міндетті менің иығыма жүктемеші еді. Өйткені менің иығым жоқ деп әзілдейді. Арттан полиция келетір. Ник Клаухаузерден көмек сұрайды. Джудидің қайда екенін білу үшін полицейлердің местоположениесін программисттің компьютерінен біл деп. Содан ол программистке пончик берем деп шалынып, программист пончиктің ортасына кіріп кетеді. Және пончиктерді басқа біреу алып кетеді. Содан Клаухаузер оның компьютеріне отырып қиын парольді енгізе бастайды. Бұл жерде мұқият қарасақ, ағылшынша 3-ші бөлім шығуы әбден мүмкін екені жазылған. Демек 3-ші бөлімін күтеміз. 2 жылдан кейін шығаратын шығар, бірақ көреміз, короче. Клаухаузер оны енгізіп, капча шығып кетеді керек емес кезде. Осы жерден сырды таңда деп. Джудилар керек жерге жетіп қалды. Олар арттан полицейлерді байқап, Поберттің телефонын сындырып, алға зуылдай жөнеліп, сосын жаяу жүгіреді, адамдарды мұжбайды қойынды. О жерде әлгі қодас шыр памятте мықты. Джудилар газельдің шатырына кезігеді. Болып жатқанда түсінген ол, Джуди, біз сенімен біргеміз деп, қояндар қашып кетеді. Артынан кірген зебраларды бұлар пытырлатады. Никке Клаухаузер әйтеуір местоположениені хабарлайды. Бұлардың қайда жүргендерін сілеусін әкеде көріп, қояндардың жоспарын түсініп қойып, полицияға оларды ұйықтатып жүрмей бірден өлтіруді бұйырады. Қабан өлтіретін оқ оқтайды. Бірақ қоянды аталмайды. Сорлы бегемот дер кезінде тоқтай алмай соғып, содан тапанша атылып кетіп, оқ Побертке ұшады. Қоян оны итеріп құтқарып өзін құрбан етеді. Почти. Оқты қоянның алдынан флаштың машинесі шығып күтіп алады. Джудилар ішке кіріп 5-ші қабатқа жүгіреді. Құндыз кіріп, түлкі кіре алмай қалады. Және дабыл қосылама бірденке сыртты күйдіріп атыр. Джудилар 5-ші қабатқа көтерілгенде, ойбай жылан деп мүйіз тұмсық қашып кетеді есікті ашып. Сілеусін есікті жабуға тырысады, өйткені Герри сияқты жыландар суыққа бейімделмеген, өліп қалады қатып. Бірақ ол электр қуатын қосатын жерді тезірек табуды өтінеді. Қоян оның қай жерде екенін тауып, олар оны бірігіп қосады. Және сағат мұнарасын іздей бастайды. Біраз уақыттан кейін әйтеуір көреді олар және қуанады. Сосын қоян Никтің кіре алмай тұрғанын байқайды камерадан. Оны әйтеуір құндыз кіргізіп үлгереді. Күтпеген жерден Поберт Джудиге уыс алады. Және жыланды сыртқа қарға лақтырып жібереді. Ол әлгі оригинал қағазды тауып өртеп жібермекші. Осылай отбасына өзінің де солар сияқты крутой екен дәлелдегісі келеді. Аздап Джудиге ұқсаймай, дәлелдегісі кеп тұратыны. Поберт жыланның уға қарсы ружкасын өзімен алып кетеді, екеуі точно өлсін деп. Және шығып құндызды ұйықтатады. Джуди қозғала алмай жатыр. Қатып баратқан жылан оған ақырындап жақындап келеді. Ник бір есіктен сыртқа шығып, ойбай суық екен деп қайта кіру үшін бұрылғанда алдынан улайтын қару ұстаған Поберт шығады. Қоян мұны камерадан көреді. Герри Джудиға жақындап, оны құшақтап жылынады. Өйткені оның үсті жылы, ал жыландар суыққанды жануарлар болып келеді. Герри өткенде от жанындағыдай болып кетеді. Тіпті терісінің түсі қанық көкке боялады. Жылан камерадан уды қайтаратын ружканы көріп, соны алып Джудиді тездетіп емдеп алуды шешеді. Бірақ кенет полиция кеп, ол қоянды жегелі жатыр деп ойлайды. Жылан ұсталмауға тырысуда. Қыздың қайда екенін сұраған түлкіге сілеусін Джудидің аман қалмағанын хабарлап, оған тап береді. Ник қорғанып сөмкені теуіп, одан фломастерлер дәл Геррилер орналасқан бөлмеге түседі. О, вана деп жылан балконнан Никке уды қайтаратын ружка арқылы оны аман алып қалуға болатын хабарлап, сөмкені оған лақтыруды сұрайды. Ник пен Поберт сөмкеге таласып, о жердегі мұз шытынап, сөмкеден ружка төмен жаққа түсіп кетеді. Оны алуға ұмтылған Никке Поберт, оны қалдыр, әйтпесе екеуміз де өлеміз. Ол өлуге тұрарлық емес дейді, өткенде түлкі қоянға айтқандай. Бірақ Ник оны тыңдамауды шешеді және қолға түсірген ружканы жылан жаққа лақтырады. Жылан ұстап үлгеріп, Джуди аман қалады. Тіпті серіктесін құтқаруға атылады. Никтердің астындағы мұз шытынап, олар құлады. Никті Джуди жыланмен ұстап үлгереді. Түлкі мен қоян бір-бірін құшақтап алады. Герри құндызды құтқаруға кетеді.
Ник қоянның оған қымбат екенін және одан айырылғысы келмейтінін мойындайды. Қоян да түлкі ол үшін қымбат екенін мойындап жатыр. Екеуі бір-біріне өздерінің минустарын ашылып айтуда. Бұның бәрін естіп Құндыз мәссаған не деген тым артық ақпаратпен бөлісу дейді. Поберт те аман қалыпты. Қоян оның Герридің арғы апасының үйін тауып, оригинал қағазды жоятын айтқанда Ник түк түсінбедім. Бірақ алға дейді. Жолда түсінеді әрине Герри деген жылан екен. Поберттің алдынан отбасы шығып, оны жағасынан алады. Поберт бәрін отбасы үшін істегенін, оригинал қағазды тауып өртеп жіберетінін түсіндіреді. Ондай болса мені сонда алып бар дейді әкесі. Тура сол сәтте біздікілер кеп қалады о жерге. Әкесі Побертке оригинал қағазды жой балам деп айғайлайды. Сендер кете беріңдер деп Құндызбен жылан қалады сілеусіндермен пытырласуға. Бірақ таяқ жейді бұлар. Поберттің артынан түлкі мен қоян жүгіріп келеді. Лабиринтке кеп екеуі бөлінуді шешеді басында. Сен оңға, мен солға дегендей. Бірақ сосын лучше тракторға бірге отырып алуды ұйғарады. Сөйтіп трактормен Побертті арттан қуалап келетір. Біздікілер көңіл көтеруде ананың қашқанынан. Сосын бір кезде қоян секіргелі жатыр. Бірақ түлкі бірге секіруді ұсынып, екеуі секіріп Побертті құлатады. Сосын қоян қардың астынан шығып, оны тепкілеп ұшырады. Бірақ сілеусін екеуін қылқындырып ұстап алады. Түлкі оған бір нәрсені ұмытып кеткен айтады. Нені деп таңғалған Побертке жылан тап беріп, команда болар сілеусінді өшіреді. Басқа жақта ата әкім қорқып жүруші доқ жинап ап, өткенде Ник көрген кинодағыдай істейді сілеусіндерге. Содан Побертті тұтқындап біздікілер рептилиялар ауданына кіруді шешеді. Со жердегі жанып тұрған бір шамның лампышкасын бұрап еді біздің қыз. Басқа шамдарда жанып кетіп, аудан жарықтана түседі. Солай олар рептилиялар ауданында жүріп келеді. Жолда Құндыз ұзын бір нәскиді көреді. Өткенде ана видеосында айтып еді ғой, олар сымның жартысын кие ме, әлде ұзын нәски ме деп. Міне, ұзын нәски екен. Герри арғы апасының үйінің есігі алдында тұр. Оған қалғандар қосылып, олар үйге кіреді. Үйде кішкентай балалар қолданған заттар әлі тұр. Ойлаңдар, 100 жыл өтіп кетті уже. Және қабырғада кім-кімнен тарағаны көрсетілген. Қазақтар жеті атасын есептейді ғой сол сияқты. Сосын Герри суретте арғы апасы ұстап тұрған қобдишаны ашады. Ішінде жылан мен қоян бір-біріне иіледі. Олардың дәл астында оригинал қағаз. Ой, жақсы болды. Бірақ кенет арттан Поберт тап береді. Қалай босап шығып кеткен? Оны қабан командир өшіреді. Содан барлық жағдайды жаңалықтардан көрсетуде. Сілеусіндер түрмеге кетті. Әлгі сеанста психолог енді біздікілерден қалай күшті команда болып кеткенін сұрайды. Бұл жолы түлкі сөйлейді, әдеттегідей қоян сөйлемей. Ник жай ғана бір-біріңмен ашық сөйлесу керектігін түсіндіреді. Олар боговастыққа келеді қал жағдайын сұрауға биос мандариндерін алып. Зебралар біздікілерге жұдырықтарын ұсынып, олар әкіммен суретке түседі. Түрмедегі Побертті түремшіктер қорқытады. Хесус көшеде қойларға, қойлар оған комплимент айтады, мақтау сөздері яғни. Түлкі сеанста сөзін аяқтап, полицейлер шапалақтауда. Кейінірек Герридің арғы апасының үйінде Джудидің бауырлары жүр жыланның үстімен сырғанап. Ник мороженое жасап беріп жатыр өзі білетін. Сосын Герридің отбасы да келеді. Жыландар отбасы қоянды құшақтайды. Кейін оған Ник кеп сыйлығын ұсынады. Жақсы көрем сені серіктесім деп. Бірақ осы сөзді 10 жылда бір айтатын мәлімдегенде, сол сөзін диктофонға жазып үлгерген қоян. Джуди оны келесі істен кейін қайтарып берем дейді. Қандай істесеңдер, Ник түремшіктердің бәрін босатып жіберіп еді ғой. Соларды ұстау керек. Екеуі әлгі қой әкімнен бастап, осы тез мультик аяқталады. Соңында айта кететін жайт, Никтің жақсы көрем деп айтқанын қайталап қоя берген Джудидің терезесіне құс қауырсыны түседі. Аңдар шахахары 3-те құстар болатын секілді ғой, асыға күтетін боламыз. Так что сау болып тұрыңдар. Және соңына дейін көргендеріңе шын жүректен рахмет. Коммент жазуды ұмытпайық, 1-ден 10-ға дейін баға беріп дегендей.